Президенттік кадр резервіне жаңа іріктеуге қатысу үшін өтінімдерді қабылдау онлайн форматта өтеді. Үміткерлер міндетті түрде нені білуі тиіс? Толығырақ цифрлық Қазақстан бағдарламасының бүгінгі санында. 1 қыркүйекте Қазақстанда президенттік жастар кадрлық резервіне екінші іріктеу басталады. Ереже бойынша үміткерлердің жасы 35-тен аспауы тиіс. Негізгі талаптарға азаматтық, білім және жұмыс тәжірибесі кіреді. Құжаттарды қабылдау pkreserv.gov.kz платформасында электронды форматта жүргізіледі. Порталда тіркеліп, құжаттарды жүктеу үшін конкурсқа қатысушылардан электрондық цифрлық қолтаңба талап етіледі. Это личный кабинет, профиль участника. Бұл қатысушының жеке кабинеті. Мұнда деректердің бір бөлігі мемлекеттік деректер базасынан интеграциялау арқылы автоматты түрде жүктеледі. Сонымен қатар деректер үміткердің электрондық цифрлық қолтаңбасымен қолжетімді. Кандидат туралы негізгі ақпарат, фото, байланыс деректері жазылады. Сондай-ақ білім мен жұмыс тәжірибесін растайтын жеке бөлім бар. Құжаттар PDF немесе JPEG форматында болуы керек. Сол кезде ғана жүктеледі. Үміткер бұл жолы құжаттарды дайындау барысында мемлекеттік тілді білетіндігін растайтын сертификатын ұмытпау керек. Сондай-ақ оны өтініш беру кезінде жүктейді. Барлық қадамды өткеннен кейін үміткер қатысу батырмасын басады. Ағымдағы жылы осы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес президенттік жастар кадр резервіне екінші іріктеуді өткіземіз. Резервке осы жасы 35 жастан аспаған 5 жыл жұмыс өтілі бар, жоғары білімі бар, сондай-ақ мемлекеттік тілді орташа деңгейде білетін Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Осы резервтен өткен жағдайда, іріктеуден өтіп, осы қабылданған жағдайда әрбір резервші 3 жыл осы резервте тұруға өзінің құқығы бар. Алдыңғы іріктеуден айырмашылығы бұл жолы қатысушылардың тек білімі мен дағдысын анықтауға бағытталған жоқ. Комиссия енді үміткерлердің қатысу себебін де бағалайтын болады. Қоғамдық мүдделерді басшылыққа алатындарға ұсыныс жасалады. Ол үшін жаңа бағалау критерийлері енгізіледі. Үміткерлер сұхбат барысында да өздерін көрсете білу керек. Обработка данных, в принципе, происходит. Деректерді өңдеу негізінен онлайн режимде жүреді. Яғни сіз өтініш берген кезде ол деректер базасына түседі. Сәйкесінше тестілеуді кезең-кезеңмен тапсыру үшін уақытты таңдау функциясы болады. Тестілеу кезінде уақытты ұтымды пайдалана білу керек. Әрі қарай кезең-кезеңмен орын алады. Тестілеу онлайн форматта өтеді. Үміткерлердің барлық әрекетін прокторинг жүйесі қадағалайтынын ескеру керек. Емтихан басталғанға дейін интернеттің сапасын тексерген жөн. Сондай-ақ қатысушының алдында компьютер немесе ноутбук тұру керек. Планшет пен ұялы телефонды қолданбаған жөн. Қолайсыздық туғызады. Хотелось бы отметить то, что у нас... Айта кету керек, тест тапсыру кезінде әрбір үміткерді арнайы проктор бақылайтын болады. Нәтижесінде барлық тәртіп бұзушылық бірден тіркеледі. Яғни, егер тест тапсырушы басқа біреумен сөйлесіп отырса, оның әңгімесі жазылады. Егер өрескел тәртіп бұзушылық анықталған жағдайда, үміткердің тестілеу қорытындысы жойылды. Тестілеу 25 минутқа созылады, бірақ үміткерлерге пайдаланушы келісімін оқып, жүйенің қалай жұмыс істейтінін көру үшін қосымша 15 минут беріледі. Резервке қабылдану үшін үміткерлерге құжат тапсырғаннан кейін келесідей кезеңдерден өту керек. Яғни күрделі сандық және мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау. Бұл кезең онлайн форматта өтеді деп жоспарланып отыр. Одан кейінгісі ситуациялық тапсырмаларды шешу. Одан кейінгі кезең құзыреттерді бағалау. Бұл кезең офлайн форматта өтеді деп жоспарланып отыр. Одан кейінгісі сарапшылық комиссияда әңгімелесу. Бұл кезең яғни офлайн форматта өтеді. Ең соңғысы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы жастар кадр резерві жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы. Бұл кезең офлайн форматта өтеді. Іріктеу қорытындысы бойынша мемлекеттік сектор үшін 50 үміткер таңдалады. Құжаттарды қабылдау онлайн платформада 30 қыркүйекке дейін жүргізіледі. Қатысушыларды өтінімді кешіктірмей беруге шақырады. Құжаттар неғұрлым тезірек тапсырылса, тестілеуді тапсыру үшін қолайлы уақытты таңдау мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады.
цифрландыруу биздин өмүрүбүзгө белсенденип келет. Ол тез дамууга мүмкүндүк берет. Ал сиздер адеттегидей барлык жаңашылдык тууралуу цифрлык Казакстан багдарламасынан биле аласыздар.